Құрметті достар, сіздерге ауылдағы ең оңай жұмысты көрсетейін ба? Қандай жұмыс оңай және де сол жұмыс сол жұмыстан бір демаласыз. Ол мындай жұмыс міне. Осындай жұмыс міне ауылда. Ең оңай жұмыс міне. Жем шашуғы бидай. Қалғандары енді оңай емес. Содан кейінгі ең оңай жұмыс міне. Қазір сіздерге көрсетіп жіберейін. Содан кейінгі оңай жұмыс жұмыртқа жинау ағайын. Осы жерге туады тауықтар. Мынау міне жаңағы брама жұмыртқа қоңыр түсті. Шу 8 жұмыртқа. Ана қорада бар әлі. Бұл да бір демаласың мұндай жұмыстан. Бір кружка бидай шашамыз, 3 мезгіл шашамыз ғой осындай. 3 кружка болады сол кезде. Тауықтар жақсы көбейтіп жатыр. Тауықтар көбейтіп жатыр жұмыртқаны. Ақпан айының 2026-ның ақпан айынан бастап 2-3-ден жұмыртқалады. Қазір міне 15 жұмыртқа наурыз айында сондай жұмыртқа алып жатырмыз. Енді бұларда тамағына байланысты. Егерде қора жылы болса, барлығы идеальный болса, онда қаңтар айынан бастап та жұмыртқалайды. Сондағы бір 3-4 ай ғой демалатындары. Қыркүйек айына шейін жұмыртқалайды бұлар. Осыда міне. Мына тауықтар брама шатыс. Тауықтарын көріп тұрсаңыздар, балақтарында, аяқтарында қауырсын бар да. Бірақ таза брамалардың қауырсындар аяқ қауырсынан көрінбейді. Сондықтан да бұл браманың ерекшелігі андай дружелюбный, бейбіт жаңағыдай. Сосын көп шалмайды, нелеу, қолапайсыздау, неуклюжі ерекшеліктер сонда ірі болып келеді біздің жергілікті тауықтарға қарағанда. Және де жұмыртқасы қоңыр, жасыл, шұбар сондай болып келеді жұмыртқалар. Қатты қабығы өте жақсы, маған ұнады. Бірақ қысқа төзімділігін білмедім ал. Қандай екенін. Біздер 2-ші жыл міне ұстап жатқанымызға жұмыртқасын алып жергілікті тауыққа бастырдық. Біздің жергілікті тауықтар енді қысқа мықты енді олар. Әңгіме жоқ оларға. Менің ағам айтпақшы, біздің тауықтар мызығы дейді де, мұғалжыр зауыты қысқа төзімді. Сондықтан да әзіл ретінде айтып жатқаным ғой. Тауық асыраған пайдасы мол енді. Бізде қазір 30 шақ тауық, оның 3-4-еуі әтеш, 20-дан астам тауық бар. Пайдасы мол, шығын өтейді. Егер сатсаңыз есеп болса, бізде қазақта есеп жоқ қой. Тума-туысқа, көрші көлемге, тағы бірдеңелерге беріледі. Енді қазақ болғаннан кейін солай болады. Ал егер жақсы есеп болса, онда пайдасы мол. 20-дан астам жұмыртқа, 20-дан астам тауыққа бір айына 10 мың көріп отыруға болады ғой, жемін есептемегенде. Менің өзімнің жеке бұл тәжірибем. 10 мың теңге мол. Қазір жұмыртқа 60 теңге шығар қателеспесем. Егер 100 тауық асырасаңыз, одан да бір 60-70-80 мыңдай көруге болады айына. Сезонный жұмыс қой бұларда. 4 ай демалады, 3-4 ай. 8 ай пайдаға кейін елесіз. Солай, тауық асырайым деушілер болса, міндетті түрде асырауға болады, бірақ қалалық жерге тиімсіздеу. Енді олар жайла алмайды ауланың ішінде. Бізде ауылда көріп тұрсаңыздар міне барлығы алаңқай жақсы жібересіз. Тек ит, қаңғы иттер болмаса, қаңғы иттер енді
Осында 3-4 тауықты жеп кетті ғой біз қаңқиттер. Олар енді қиындау. Қалалық жерлерде ауладан шығармайсыз енді. Көріп отырмын ғой енді олар. Ауылдарыңызға барып ұстауға болады, әркім өзінің ауылына барса. Солай. Ауа райы керемет бүгін. Бұлар енді 2 күнде бір туады. Мысалы 20 тауық кейде бір тауық біресе туады, біресе тумайды. Сонымен 15-14 жұмыртқа алып отырасыз ғой күніге. 20 тауықтың 20-сы да жұмыртқа аламайды. Енді біздің тауықтар енді бұл халық біреулердің басқа несушка дейді. Біздерде ондай несушка жоқ, ешқандай несушка емес. Біздер ана 20 жыл болды ма тауықты ұстап келе жатқанымызға. Сол тұқым, баяғы тұқым, сол 20 жылдан бері содан үзбей келе жатыр қой. Жергілікті тауықтан артығы ештеңе жоқ. Енді менің бұл жеке пікірім. Витамин біздер бермейміз, табиғи витамин біздерде. Ракушняк, жаңағындай сүйекті күйдіріп, сүйек ұнын жасаймыз ғой, сүйекті күйдіріп, оны балғамен ұнтап, содан кейін жуындылар барлығын береміз. Сондықтан жұмыртқалайды. Ал егер енді витамин алсаңыздар, енді ол да жақсы шығар. Біздер қолданып көрмеппіз, аптекадан, ветеринарлық аптекадан алып көрмеппіз. Солай. Тауық асырайым деушілерге ғой енді бір сәл де болса пайда. Сіздермен бірге тағы да ауыл әлемі арнасы. Арнамда қызықты видеолар бар. Міндетті түрде қараңыздар, тіркеліңіздер.